Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тауық қанаттарын картоппен духовкада пісіретін боламыз. Дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Тез дайындалады, уақытыңызды көп алмайды. Духовкаға салып қойып, жұмысыңызды істеп жүре бересіз. Міндетті түрде жасаңыз. Бізге керектілер тауық қанаттары, соус және майонез, осы тауыққа арналған дәмдеуіш, тұз, паприка, қара бұрыш және пияз керек болады. Ең алдымен біз тауық қанаттарын жақсылап жуып аламыз, одан кейін пиязымызды турап үстіне салып, дәмдеуіштерімізді саламыз, соевый соусымызды, майонезімізді салып, жақсылап араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Он 15 минут өткенше картопларымызды және сәбізімізді аршып, жақсылап турап аламыз. Одан кейін противенді кішкене майлаймыз дағы. Картоп пен сәбізімізді салып, үстіне тауық қанаттарын саламыз да жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай әдемі болып тауық қанаттары шығады. Енді осыны қызып тұрған пеште 220 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Осымен біздің тауық қанаттарымыз бен картопларымыз дайын. Енді ұсына беруге болады. Осы рецепт ұнап жатса, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар және арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бұл тағам көп затты қажет етпейді және тез жылдам дайындалады. Міндетті түрде жасап, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, ас болсын.